Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассаламның шыққан тегі әулеті. Алла тағала жаратқандардың ең асылы, оның елшілерінің ең абзалы, әрі пайғамбарлар күмбезінің соңғы кірпіші, қасиетті кітаптардың мөрі, Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассаламның шыққан тегі арғы атасы Аднанға дейін анық белгілі. Пайғамбардың саллаллаху алейхи уассаламның осы аралықтағы ата тегіне оның өмір жолын зерттеген ғалымдар мен шежірешілер бір ауыздан келіскен. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның Аднаннан бергі аталарын өрбітсек, арабтанған арабтардың төп аталарының бірі Аднаннан Мағыт, Мағыттан Низар, Низардан Мудар, Мудардан Ильяс, Ильястан Мудрика, Мудрика шын есімі Амир, Мудрикадан Хузайма, Хузаймадан Кинана, Кинанадан Надыр, шын есімі Қайс, Надырдан Мәлик, Мәликтен Фихр, лақабаты Құрайш. Құрайш тайпасы осы аталарының есімінен аталған. Фихрден Ғалиб, Ғалибтен Люәй, Люәйден Кағып, Кағыптен Мурра, Муррадан Киләп, Киләптен Қусай, шын есімі Зәйд, Қусайдан Абдуманаф, шын есімі Мұғира, Абдуманафтан Хашим, шын есімі Амр, Хашимнен Абдул-Муталиб, шын есімі Шейба, Абдул-Муталибтен Абдулла, Абдулладан Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам тараған. Ал пайғамбардың саллаллаху алейхи уассаламның Аднаннан Ибрахимге дейінгі аталары жайында ғалымдардың арасында пікір қайшылықтары бар. Аднанның Ибрахим пайғамбардың ұлы Исмайылдың үрім бұтақтарының бірі екендігі белгілі. Алайда Аднан мен Исмайылдың шежіресі қанша атадан кейін қосылатыны, Аднанның аталарының нақты аты жөндері кесіп айтарлықтай анық емес. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның анасы Әминаның ата тегімен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның шежіресі Киләпте жолығады. Демек, Киләп Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассаламның әкесі жағынан 6-шы буындағы, ал анасы жағынан 5-ші буындағы атасы. Осы Киләптен Зухра, Зухрадан Абдуманаф, Абдуманафтан Уахб, ал Уахбтен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның анасы Әмина тарайды.